Құрметті ұстаздар, біз бүгін 10-ші сынып қазақ тілі бойынша қазіргі әлемдегі саясат және жаһандық мәселелер пунктуация 8-ші бөлім бойынша Қазақстанның сыртқы саясаты тақырыбында сабағын өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты 10.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру. 10.4.5.1 сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу. Оқу мақсаты: оқушылар Қазақстанның сыртқы саясатына қатысты мәтіндер бойынша болжам жасайды, өз көзқарастарын білдіреді, тыныс белгілерін дұрыс қолданып жазба жұмыстарын орындайды. Құндылықтар негізінде талдау жасап пікір білдіреді. Құндылыққа баулу: әділдік және жауапкершілік, тәуелсіздік пен отаншылдық, еңбекқорлық пен кәсіби біліктілік. Сабақты әдеттегідей ұйымдастыру кезеңінде оқушылармен психологиялық ахуал туғызып алғаннан кейін оқушыларды топқа біріктіреміз. Алдын ала дайындалған кеспе қағаздардан оқушы таңдаған кеспе қағаздағы сөздер арқылы топтарға бірігеді. Оқушылардың алдарында қойылған кеспе қағаздарда мына сөздер жазылып тұрады: әділдік ардың ісі, отан үшін отқа түс күймесін, еңбекпен ел көгерер. Осы жазылған сөздер арқылы оқушылар мына топтарға бөлінеді. Бірінші топ әділдік және жауапкершілік тобы, екінші топ тәуелсіздік пен отаншылдық тобы, үшінші топ еңбекқорлық және кәсіби біліктілік тобы. Сабағымызды ары қарай миға шабуыл әдісі арқылы жалғастырып, өткен тақырыпты еске түсіру мақсатында ой қозғау сұрақтары қойылады. Қазақстан қандай елдермен тығыз байланысты деп ойлайсыздар? Қазақстан не үшін сыртқы саясат жүргізеді? Қазақстан қандай саясат ұстанады? Бірінші тапсырма: топтық жұмыс. Оқушыларға мына сілтеме бойынша бейнематериал үзіндісі беріледі. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты. Оқушылар осы мәтін үзіндісіне қарап, тыңдап, болашақ оқиғаларға болжам жасайды. Дескриптор бейнероликті қарайды, тыңдайды, болжам жасайды. Екінші тапсырма: жұптық жұмыс. Ойды жалғастыру тапсырмасы. Алдын ала дайындалған слайдтағы Қазақстанның сыртқы саясатындағы әділет пен жауапкершілік тақырыпты тапсырмасын оқып, оқушылар өз біліміне сүйеніп, сыртқы саясат тәуелсіздіктің сенімді тірегі тақырыбына мәтін жалғастырып айтады. Дескриптор мәтінді оқиды, мәтінді жалғастырады. Оқушылардың жұптық жұмыс тапсырмасы слайдқа осылай беріледі. Үшінші тапсырма: жеке жұмыс. Жоғалған тыныс белгілер тапсырмасы. Оқушылар тыныс белгілері қойылмаған сөйлемдерден тұратын мәтінге тыныс белгілерді дұрыс қойып, жазба жұмысын жазады. Дескриптор тыныс белгі қойылмаған тұстарды анықтайды, сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолданады. Жазылым мәтіні: Қазақстанның сыртқы саясатындағы әділет пен жауапкершілік тыныс белгілерсіз. Бұл мәтінді А4 парағына шығарып, әр оқушының алдына ұсынамыз. Оқушылардың жұмыстары тыңдалып, кері байланыс жасалынып, бағаланып болған соң үйге тапсырма береміз. Үйге тапсырма: Қазақстанның сыртқы саясатындағы жауапкершілік пен әділеттілік сені қандай ойға жетелейді? 5-6 сөйлемнен тұратын пікір жазыңыз. Рефлексия: еркін микрофон арқылы оқушылардың бүгінгі сабақтан алған әсерін тыңдап, сабағымызды аяқтаймыз.